Шахи-Зинда ансамблі орта ғасырлық сәулет өнерінің бірегей ескерткіші. Ол Самарқан қаласындағы Афрасияб тауының етегінде төменнен жоғары көтерілген баспалдақты жолдың екі жағында орын алған кесенелер топтамасына берілген атау. Бұл кесенелердің көбі 14-15 ғасырлардан қалған Әмір Темірдің отбасы мен жақындарына салынған патша некрополі болды. Ғасырлар бойы қасиетті орын мемлекеттік деңгейде құрметтеліп, билеушілердің ішкі саясатының маңызды бөлігі болды. Бұлардан Құсам ибн Аббастың радиаллаху анху кесенесі Әмір Темір дәуірінен бұрын салынған. Самарқанға исламды әкелген сахабалардың бірі Құсам ибн Аббас 672 жылы Құрбан айт күні шахид болған. Шахидтер сендер білмейтін өмірде тірі деген аятқа сүйеніп, бұл жер Шахи-Зинда, яғни тірі шах деп аталған. Самарқан қаласының пайда болуы, тарихи бастауы ол ежелгі Афрасияб қаласының орнында пайда болған. Бұрынғы Афрасиябтың қазіргі елсіз төбелерде орталық Азияның ең көне орталықтарының бірі Самарқан біздің дәуірімізге дейінгі бірінші мыңжылдықтың ортасында пайда болды. Шахи-Зинда да орталық бөлігінде ғана емес, ежелгі Афрасияб қалашығының үшінші үлкен бекініс қабырғаларының өзегінде орналасқан. Ассаламағалейкум, құрметті көрермендер. Мінекей, бүгін біз Шахи-Зинда мавзолейінде тұрмыз. Өте керемет жасалған мавзолей екен. Бұл да бір ақсақ темірдің, яғни Әмір Темірдің бір туындысы деп есептеуге болады. Өте тамаша салынған, өте жақсы сондай талғаммен салынған бір мавзолейлердің бірі екен. Самарқанның даңқын шығарғысы келген Әмір Темір тұсында қаланы әлемнің жарқыраған нүктесіне айналдырғысы келді. Сол себепті мұнда жаулап алған шығыс елдерінің ең таңдаулы шеберлері, суретшілері, ғалымдары мен сәулетшілері әкелінді. Сол кездегі жауһарлардың бірі Шахи-Зинда ансамблі Афрасияб елді мекеннің оңтүстік шығыс шетінде күнге күйіп кеткен бейіттердің арасында орналасқан. Бүгінде деректерге сүйене отырып, Шахи-Зинда ұлы Тимуриттер дәуірінен бері ғана емес, одан 300 жыл бұрын болған деп айта аламыз. Бұл Қарахан әулетінен шыққан ұлы билеушілер Тамға, Шабурахан, Ибрахимнің дәуірі. Солардың арқасында біз мұнда және Шитини Хосама төңірегінде Қарахан дәуірі мәдениетінің таң атқанын көреміз. Самарқандағы Шахи-Зинда ансамблі 11 ғасырдың басында алғашқы Қараханиттер тұсында мұсылмандардың маңызды ғибадатханасы ретінде пайда болды. 9-12 ғасырлардағы ансамбль ғимараттары жер бетінен толығымен дерлік жойылды. 11 ғасырдағы Құсама ибн Аббастың бірнеше рет қайта салынған кешені ғана жартылай сақталған. Біз Мұхаммед пайғамбардың саллаллаху алейхи ва саллям көшірмесі бар негізгі шарықтау шегіне жеттік. Және бұл жарықтардың кереметі. Сондықтан Әмір Темір бұл қақпаны аспан қақпасы етіп орнатты. Бүгінде 618 жылдан астам уақыт бар. Қақпаны 1404-1405 жылдары ирандық шебер Саид Юсуф Ширази жасаған болатын. Үстіңгі бөлігі піл сүйегімен әшекейленіп, жазуда нағыз мүміндер үшін жаннат есіктері айқара ашық, оларға Алланың мейірімі жауады деп жазылған. Қазір Шахи-Зинда ансамблі марқұмдар қаласын қоршап тұр. Заманауи гранит пен мәрмәр құлпытастармен тығыз орналасқан кең таралған мұсылман зираты. Бұл да тарихи ескерткіштің бір түрі. Оның жасы 1400 жылдан асады. Дәл осы жерде Самарқанның оңтүстігінде 7 ғасырдың аяғында Кеш қақпасының жанында Бану Нахия атымен
алғашқы араб зираты пайда болды. Онда ислам дінін ұстанған сол жерде жерленген миссионерлердің бірі Қусама ибн Аббас болды. Ол 7-ші ғасырда арабтардың Самарқанды жаулап алуы кезінде өлтірілген. Қусама ибн Аббас кешені 1000 жылдық тарихты қамтиды. Мешіт, кесене, зиратхана және шилаханадан тұрады. Қусама ибн Аббас пайғамбардың 2-ші немере ағасы және жақын серігі болды. Ол ислам дінін орталық Азияда алғашқы таратушылардың бірі болды. 11-ші ғасырда қаланың кеш қақпасының жанында көрнекті шейіттің құрметіне Қусама ибн Аббастың бейіті бар. Маша Қусама мемориалдық кешенінің негізі қаланды. Құрметті көрермендер, мінекей біз қазір осы Самарқандтағы ең брендтердің бірі Шахи-Зинда мавзолейінде тұрмыз. Өте керемет, сондай талғаммен жасалған мавзолейлердің бірі екен. Соңғы орта ғасырларда мифтер мен аңыздар қаптаған ғибадатхана Шахи-Зинда, яғни тірі патша ретінде танымал болды. 1450 жыл өтсе де, ол тірі патша ретінде ел есінде. Бұл оның құлпытастарында және Құран сүресі жазылған жерде расталды. Екінші кезеңде бұл Әл-Имран сүресінің 169-171 аяттары. Алланың жолында өлгендерді өлі деп санамаңдар, олар сендер білмейтін өмірде тірі деген аятқа сүйеніп, бұл жер Шахи-Зинда, яғни тірі шах деп аталған. Ұлықбектің салдырған тау етегіндегі дарбазадан өткен кезде Шахи-Зиндаға кірілген болады. Кіруімен қара көк, қою және ашық жасыл, қара, сары, ақ, қара қошқыл және көгілдір түсті фарфорлар шағылысып көзді алады. Бұл жерде 2 мешіт және 1 медресе бар. Шахи-Зинда кесенелері жалпылама квадратты құрылымдардан тұрады және ең көз тартатын қасиетті күмбездердің өте биік және қауын пішінді болуы. Екінші бір қасиеті Әмір Темір заманының ең бай әшекейлерінің жиынтығынан құралған. Әшекейдің көп бөлігі фарфордан жасалған. Жазулары барынша әшекейленген. Кесенелер тек сыртқы көркемдігімен ғана емес, фарфор қаптамаларымен сәулетшілік өнерінің өзара үйлесуі жағынан да ерекше әдемі көрініске ие. Ең көп тараған аңызда пұтқа табынушылармен болған шайқаста Қусама ибн Аббастың қатты жарақат алғаны айтылады. Кейбір әңгімелерде оның басы кесілген десе, басқалары жебеден жараланғаны туралы айтады. Бірақ олардың бәрі шайқас кезінде қатты жараланған. Қусама Аббастың қасиетті Хазірет Хизрдың рухымен араласып, соғыс таласынан аман қалуына көмектескенімен бір ауыздан келіседі. Хазірет Хизр Қусама ибн Аббасты Шаббан құдығына орналастырды. Содан ол тірі су ішкеннен кейін сауығып өлместікке ие болды. Сондықтан тірі патша деген атқа ие болды. Шахи-Зинда ансамблін ескі қала базарынан оңға бұрылғанда ғана көруге болады. Сол кезде кенет артта алыстан көк күмбездер пайда болады. Бірақ шынында да бұл бірегей орта ғасырлық сәулет ескерткішінің барлық қайталанбас сұлулығын ансамбль ішінен ғана көруге болады. Ол өзінің барлық сүйкімділігімен, жылтыратылған түрлі түсті мозаика мен майолика декорында жарқыраған порталды күмбездермен көрінеді. Самарқанның бірде-бір сәулет ескерткішінде Шахи-Зинда ансамбліндегідей күшті уақыт сезімін беретін жер жоқ. Өткенге үңілу ансамбльдің қазіргі қаладан, оның көшелерінен, түстерінен, алуан түрлі тобынан толық оқшаулануынан ғана емес, сонымен бірге қабірлердің жақындығы, киелі мекеннің жалпы көркемдік келбетінің сүйкімдігімен ерекшеленеді. Сонымен қатар Шахи-Зинда ансамблі орталық Азия халықтарының тарихы мен мәдениеті туралы білудің өте құнды қайнар көзі болып табылады.
Бұл сол кездегі сәулеттік идеялардың, эстетикалық нормалардың, инженерлік шешімдердің, монументалды сәндік өнердің тамаша іске асуы десе болады. Мұсылман қоғамының рухани және діни өміріндегі орталық Азия тарихында Шахи-Зинданың идеялық негізінің маңызы өте зор. 10 ғасыр бойы жұмыс істеп келе жатқан Самарқанның негізгі ғибадатханасы Құсам ибн Аббастың бейіті, оның орнына киелі орындарға табыну рәсімдерімен анықталған қабір және ғибадат үй жайлары орналасқан. Елді мекеннің сыртқы беткейіндегі баспалдақтың сол жағында Шахи-Зинданың ең монументалды құрылыстарының бірі 15 ғасырдың бірінші жартысындағы көк күмбездері жарқыраған сұлтан анасының 2 күмбезді әйелдер бейіті орналасқан. Кесененің көк күмбездері Шахи-Зиндаға жақындағанда ансамбльді айқара ашқандай алыстан көрінеді. Бұл ансамбльдің ең әсерлі кесенесі. 1863 жылы Орта Азияны аралаған атақты мароккандық саяхатшы Шейх Ибн Батута мен венгр ғалымы Вембираның қалдырған ескерткіш жазбалары өте құнды. Ол әулие Құсам ибн Аббас деген мағынаны білдіретін Хазрет Шахи-Зинда мазары Ұлы Темірдің саяжайы болған ғимараттарда орналасқанын хабарлайды. Тимуридтер дәуірінің сәулет өнеріне тән тек әдемі порталдар, үлкен ғимараттар, күмбездер бәрі сонда. Майолика, мозаика, араб жазуын қолдану, тіпті кейбір жерлерде зороастризм өрнектері, яғни тоғысуы, араласуы барлығы Шахи-Зиндада бар.